әр отбасының өзінің бір несі бар ғой, ерекшелігі бар, содан көріп қалған екеуі келеді, басында проблеманың тағы бір несі қатты идеализация жасап алады. Ол мысалы жаңадан үйленді, сол бір статус, қасында болғысы келеді, оны түсініп тұрған жоқ та. Екеуінде де көбінде андай болады екен деп, требовать ете береді екен. Жігіт анадан бір нәрсе күте береді, әйел анадан бір нәрсе күте береді, не күтетінін айтпайды, бірақ өзінен өзі ренжиді. Мысалға менде мынандай нәрсе болатын, мен ауылда енді бір тамақ ішкен кезде, мысалы бір ғана деталь болмайтын нәрсе. Менің мамам, Алла рахметсін, маған не керек екендігін дастарханның басында айтқызбай ақ біле беретін мысалға. Бүйтіп тамақ ішейін деп отырсың, бір білмеймін, чайный ложка жоқ та енді, бүйтіп жатсың, мамам уже міне чайный ложка беріп жатыр да, мысалы. Мен осындай неге вниманияға тойып алған адам, сенің қатының үйтпей жатқан кезде дастарханда, чайный ложка әкелсе, чайный ложка аяқта деп ашуланасың да сразу. Мен айтуым мүмкін, жай айтса не болды? Осыдан бір болмайтын вроде деталь, бірақ жаңағы баяғы досьелер көтеріліп, жаңағы бір атам заманы тарихтар көтеріліп, осыдан чайный ложканың ақыры кәдімгі үлкен соғысқа айналып кетеді.